Туған жер өзің дегенде, жүремін әркез елінде. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Досым-ау, сен әнші болайын деп жүрсің бе? Жоқ ада Диана. Теп қана ауылымды сағындым, атамды, апамды, достарымды, тіпті сыныптастарымды сағындым. Сағынғанымды қалай білсем ғой шіркін. Енді барып қайтпайсың ба ауылыңа? Мен ауылға кетіп қалсам, жарайсыңды өзің жалғыз қалай жүргізесің? Сан сұрақ қойғанша, тезірек бастап, жылдам аяқтап, ұшып барып келмейсің бе? Ауылға ұшып? Жарайды. Жарайсыңды бастайық. Армысың, бармысың, қазақ елі. Бүгін бізде қонақта Асылы Осман. Менің барым да, базарым да, нәсібім де, кәсібім де қазақтың тілі. Досжан табылды, ауыр жарақат алды. Диана, сен білесің бе, жақында ғалымдар автокөліктің ұшатын түрін ойлап тауыпты. Қазір тәжірибеден өткізіп жатыр екен. Шіркін, сол темір тұлпар тезірек саудаға шығарылса екен, бірінші болып сатып алар едім. Әттең кептелістен шаршадым. Кеше әлем ғалымдары жермен жүретін көлікті ойлап тапса, қазір ұшатын түрін ойлап тауыпты. Жалпы адам санасы шексіз әлем деген дұрыс екен. Сол данышпандардың тағда не ойлап тапқан бірінші көрейік. Қанекей, ғаламтор жаңалықтарын жариялап жіберші. Эй, ғаламтор жаңалықтар. Итак, в инструкции сказано добавить воду. Осы бір сүйкімді тышқан барлығыңызға таныс болар. Әрине таныс, себебі бұл кез келген жанның балалық шағының естелігіне айналған әйгілі мультфильм кейіпкері Микки Маус. Ешқашан өзгермейтін, әрдайым көрген жанды қызыққа батыратын Микки биыл 85 жасқа толды. Бұл мерейтойға ең ерекше сыйлықты суретшілер жасаған. Яғни олар 85 жастағы қартайған Миккидің суретін салыпты. Әйгілі Walt Disney компаниясының таңбасына айналған бұл кейіпкер алғаш 1928 жыл 15 мамырда «Безумный самолет» деп аталатын дыбыссыз мультфильмде пайда болған. Ал туған күннің ресми 18 қараша аталуы Вилли пароход атты дыбысты мультфильмнің жарыққа шығуымен тікелей байланысты. Себебі бұл күн Миккидің көрерменге кеңірек танылып, дүниежүзілік даңққа бөленуінің беташар болып есептелінеді. Walt Disney сүйікті Миккиін 1947 жылға дейін өзі дыбыстаған. Кейін сырқатына байланысты бас тартып, бұл істі Джим Макдональдқа тапсырған. Мультфильмнің соңғы 1977-2009 жылдардағы бөлімдерін дыбыстаған Уэйн Олвайн. 2013 жылдың шілде айынан бастап Микки Маус жаңарып, жасарып, көрерменмен қайта қауышады. Ендеше сүйікті кейіпкеріңіздің мерейтойы құтты болсын. Диана, ол өзін қазақ еліне мәңгі қарыздармын деп есептейді. Тіл тағдыры, ел тағдыры деп қазақ тілінің мәртебесін көтеріп жүрген бүгін қонақ біздің студияда. Ендеше қарсы алыңыздар, қара сөзден түйін түйген ғалым, филолог, тіл жанашыры Асылы ханым студиямызға келіп отыр. Асыл апай, студиямызға қош келіпсіз. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет жаным. Армысыздар деймін, мына көрерменге. Көңіл күйім өздеріңмен жүздескенде қандай керемет, өзі тіке көзіне қарау адамның көңіліне қуаныш ұялады, көңілін көкке шарықтатады. Оның үстіне мынандай студияда өзімнің елімде тыныштық досындай болып жатқан кімді қуанышқа бөлемейді. Рахмет жандарым. Керемет. Асыл апай, енді бүгінде сізді мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы екендігін білеміз. Бұдан басқа тағы да қандай шаруалармен айналысып жүрсіз? Маған елімнің көпшілігі қазір көзі жетеді. Менің барым да, базарым да, нәсібім де, кәсібім де барлық мына елімнің, ұлтымның, қазағымның мүддесі қазақтың тілі. Менің өзімнің жаныма серік, ең басты бір ойымда да, көкейімде де жүретін осы. Өйткені Құдайға шүкір, қазақ елі деген бүгін әлемге белгілі, танымал ел, осыдан үлгі алады. Құдайға шүкір бірлігімен, тыныштығыменен, достығыменен барлық әлемге әйгілі болып отыр. Ел
үлгі алады. Бір ғана нәрсе біздің мемлекеттік тіл, ол қазақтың тілі, мемлекет құрған ұлттың тілі. Осы тілдің кенжелеп жатқаны сол менің жанымды ауыртып, жүрегімді сыздатады. Содан да мен тағдырымды осыған теліп отырған жайым бар. Сол үшін де сол қазақтың тілі тек өзінің мәртебесіне ие болса, біле білген адамға қазақтың тілі бай тіл, шұрайлы тіл. Ауылым алтын бесігім демекші, жақында туған өлке бағдарламасымен ауылыңызға барып қайтыпсыз. Қандай сезіммен оралдыңыз? Сезім деген адамның бойындағы шынайы шындықты көрсетеді ғой. Ол туған өлкем дегеннің өзі, атының өзі неге тұрады жаным? Егер шын адам сезіне білсе, бұдан артық, бұдан құдіретті, бұдан сезім сені адам қылып, ел қатарына қосатын, сенің туған өлкең, қадамыңды сол жерден бастайсың. Әлдейді сол өлкеде болады, сенің өсесің, қанаттанасың, қанатың қатаяды, әлемге шарлауға, еліңді көруге, сол жерден дүниенің барлығы туған өлкеден басталады. Сондықтан ол туған өлке дегеннің қаншалықты сөзінің құдіретті, қасиетті екендігін адам жанын жанап етпей, жүрегінің төрінен орын алып, түнеп қалатын сөз ғой. Осы сөзді, ол сол сөзден басталған дүние, өзім елімді көрген кезінде қандай сезімде болған, тек қана сол жерде болған адам ғана сезінеді. Оны сезімді шынайы етіп былай артық көрсете алмайсың дегенменен қуаныш, езуіңді күлкі, көңіліңді қуанышты, сенің көрген ортаң, ана өскен ортаңды көрген кездегі қасыңдағы жанның барлығы сенің әрбір сезіміңнен, әрбір қимылығынан, әрбір мимикаңнан соны сезінеді. Ал мен өз басым ерекше сезімде болдым. Асыл апай, осы біреу білсе, біреу біле бермес. Енді қазір көрермендерімізге айта кетейік, қай жердің тумасысыз? Жаңадан бері мақтап отырған еліңіз. Менің елім қаймағы бұзылмаған оңтүстік өңірі, өңірінің ішіндегі Түлкібас ауданы Жаңаталап деген ауылы. Мен мақтанышпен айтамын, сүйем жері сүйкімді, қадам жері қасиетті. Бір уыс топырағының өзі киелі оның. Мен Түлкібас ауданы деген суы тұнық, ауасы таза, халқы деген кең, қазақтың даласындай дархан, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан өлкеден өскенмін. Ол өлкеге таяқ қадасаң тал болады, шыбық тастасаң шынар болып шығатын керемет. Ол шын мәнінде Түлкібас емес, түркінің ең басы болған жер, басшысы болған жер. Әкеміз бізді оқудан келгенде күтіп алатын, шығарып салатын. Сол ағаштың тұқыры әлі бар. Солардың барлығын көргенде мен қандай толғанышта болдым. Ерекше бір сезімде, тіпті барлық балалық шағым есіме түсіп, оның үстіне ана бірге оқыған балалардың келгені, ауылдағы әйтеуір көзі тірі, бала шаға барлығы жүгіріп келіп сөйткенде қандай сезімде болатындығын енді олардың тек бастан өткен адам ғана сезінеді. Сезім дегеннің нәзік екендігін содан ақ белгілі болады. Ал ауыл несімен қуантып, несімен қынжылып? Ауылға, сіз білесіз бе, мені қуантқаны ана барды көріп, бұрынғының барлығын есіме түсіріп, балалық шағым бар, көрген менің қызығым бар, көрген қасіретің де бар. Соның барлығы көз алдыңыздан тура мына айнада қарап тұрғандай өтіп тұрады екен. Ал енді қуаныш, елімнің осындай сол топырақтан шығып, сол елде өсіп, қайтып еліне келіп, сондай қауышып, елменен бірге үлгі болып, бүткіл елімізге көрсетіп жатқан мен сияқтыны бағалап, қастерлеп, сөйтіп тұрған елім үшін ол менің мақтаныш. Сондықтан қан елімдегілердің барлығы, ауылымның адамдарын бәрі айтып жатыр, рахметін айтып жатыр, батасын беріп жатыр. Барлығын сен біздің елімізді енді осылай көрсетіп жатқан. Ол мен өйткені қазақтың аталысынан аталы сөзін тыңдады да, баталысынан баталғанмын. Баталы құл
өзі көгеріп көктейді. Құдайға шүкір, сол мен қазағымның көңілі, пейілі, ықыласы бөлмей жармай перзентінде қылып өсіргені, сондықтан да мен мәңгі қарыздармын деп жүргенім менің сондықтан. Көрермендердің естеріне сала кетейік, туған өлке бағдарламасының толық нұсқасын жексенбі күні сағат 21:00-де көре аласыздар. Ал қазір кезекті қызықты бейне сюжетке берейік, әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Көптеген отандық өнер байқауларына қатысып, көрермен көзайымына айналған Досжан Табылына жақсы білесіздер деген сенімдеміз. Өз өнерін көрсетуден талмайтын талантты жас халықаралық балет аренасында да қазақ елінің намысын қорғап жүр. Осыдан бірнеше апта бұрын Досжан Табылды сахнаға енді шыға алмау мүмкін деген хабарды естіп, іздеп барған болатынбыз. Сөйтсек, кезекті қойылым кезінде аяғынан ауыр жарақат алып, сіңірі созылған Досжанға өмірінің мәніне айналған балет өнерімен қоштасу керектігі айтылыпты. Біз бүгін Досжанның сахна төріндегі өнерін қайта көргенде расында қуандық, риза болдық. Жанына батқан жарақаттан қалай қиналған тәптіштеп айтуды құптамағандықтан өзің үшін алаңдаған көрерменіңе қайда емделгенің, қалай айыққандығын айтып беруін сұрадық. В этот период своей жизни я бы хотел бы отметить ту любовь, ту экспрессию и энергию, которую вложили в меня мои родители. Я им очень благодарен своим педагогам. И, естественно, я преклоняюсь перед своим доктором, Петр Александрович Попов, знаменитый доктор медицины 3-го поколения в Российской Федерации. И я начал работать над собой, дабы восстановиться, потому что все же изначально, как я отметил, была заложена эта приверженность, эта любовь к танцу, балету, к искусству и вообще к красивому. И я думаю, это все вместе мне помогло. И, естественно, этот период я как-то изменился. Я стал еще более счастливее, потому что вы можете спросить окружающих меня людей, потому что я всегда позитивный. И этот бутон позитива, он раскрылся в этот период. Бәрекелді. Ал неге Ресей еліндегі дәрігер таңдадың? Біздің отандық дәрігерлерге сенбегенің бе? Не было времени для раздумий и принятия решения на тот момент. То есть, естественно, я был в шоковом состоянии. На те первые 5 дней я не знал, что предпринимать, я не знал, что думать. Естественно, это еще медикаменты, в котором были погружены в мой организм, тоже повлияли. Естественно, у меня было такое чуть эйфорийное состояние, не очень хорошем смысле этого слова. Я не мог решать, но так как сложилась та ситуация, я думаю, она судьбоносная. Потому что по цепочке одна за другой вот эти события начали складываться, и я оказался в Москве у данного человека. Ресей елінің атшулы профессорының емдеу әдісінің ерекшелігі неде екен? Приехал к нему, естественно, у него очень своеобразная методика. Он сказал мне: сколько дней у тебя лангет? Лангет на ноге у меня был на тот период 5-й день. Я ему ответил, он сказал, чтобы я снимал. И мы начали работу над восстановлением, геометрическим восстановлением организма и восстановлением души. Он просто посмеялся над моей травмой. А я с детства не люблю, когда надо мной как бы либо усмехались или смеялись. И, естественно, меня как-то нос сторожило, даже собрало. У меня появилась снова сила. И он сказал мне: дорогой, говорит, у тебя ведь просто шутки, это еще не травма. И он рассказывал, какие пациенты ему попадались и какой у него жизненный был опыт. И только он мне сказал, то, что он гарантирует мое восстановление. Әрине, дәріден бұрын шипалы сөзмен емдеу ақ халаттылардың басты қаруы болуы тиіс. Барлығы бірдей солай болса ғанеки.
это была революция. Революция внутри тебя. И Петр Александрович, он просто поддержал эту революцию и помог мне провести ее до конца, и мы вышли победителем, то есть внутри моего организма, внутри моего сознания. Жарайсың досжан, әрісті басына түскен ғана түсіне алады. Ең бастысы өзің қалаған киелі сахнаға қайта оралдың. Енді өнер деп жүре бермей шаңырақ көтеріп, балет өнерінің кішкентай өнерпаздарын дүниеге әкелуіңді тілейміз. Бұл тек біздің ғана емес, барша көрерменіңнің тілегі ғой деп ойлаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы қазақ елінің мақтанышы Асылы Осман. Асыл апай, жексенбі күні туған өлке бағдарламасы сіздің ауылға барған саяхатыңыздың толық нұсқасын көрсетеді. Бірақ дегенімен айтылмаған сыр, айтылмаған әңгіме болса, мархабат бізге бірінші айтсаңыз. Яғни бағдарламаға жасырып қалған құпияларыңыз болса, қазір ашсаңыз болады. Мен енді Құдайдан жасырмағанымды негізі қазақтан жасырмаймын. Енді шама шарқымыздың келгенше, бірақ уақыт деген нәрсе ненің тығыздығы болып, сол сондайлар, иә, бағдарламаның тығыздығы содан қалған шығар. Негізінде менің айтатын нәрсе көп қой жаным. Мен енді 70-ке келіп, 70-тен асып тұрған адаммын. Оға дейінгі өмірімдегі бәрінің қамту мүмкін емес. Бірақ дегенмен, сол балалық шақтағы әттен осы бір жері қалып кетті деген нәрселерді, оны енді сіздерге сырғылып айтуыма болады. Мен мына ер азаматтарменен біздің терген мақта терген кездеріміз қандай қызықты. Ана қыстың қазіргі жастар жақсы ғой. Ол кезде біздің мақтаны тергізгенде қар мақтада тұр, соны бүйтіп түсіріп мақта теретіміз. Дүниедегі ең ауыр нәрсе осы бір мақтаның жұмысы, сондай ауыр. Одан кейінгі енді ана бала кезіндегі 16-ға толып паспорт алу керек. Сонда мен мені тауда Бексұлтан атамыз не жылқы бағат, мен есекті мініп, сол есекті соған апарып беріп, сол кісінің атымен орталық, ол кезде Вановка дейтін, қазір Тұрар Рысқұлов ауылы, соған барып өзімнің паспортымды алып қайтқанмын. Сондағы қуаныш білмеймін енді. Тіпті дипломды алғаныңнан да ол бір адамға менің әсерлі. Ауылда өскен Асыл апайдың есімін, Асыл деген есімді кім қойды сізге? Менің атымды өзімнің әкем қойыпты. Әзербайжандарда Асылы Кәрәм дейтін бір поэма бар. Енді аудан орталығына бір жиынға барып, сол жиыннан келгеннен кейін осылай етіп қойған. Енді отбасы, ошақ қасы деген сияқты сол жайлы өз аузыңыздан естісек. Жақсы жаным, оларың. Біздер енді шын бір анадан 6 ауыл едік, 3 ұл, 3 қыз болып өстік. Әкем марқұм, өз шешеміз ерте қайтыс болды, бірақ үйленбеді. Үйленбеген себебі, мен үйленсем сендер бытырап кетесіңдер. Ана жөнді қарамайды деп, енді заманның да ауыр кезі ғой. Сондықтан өзі жас болса да, бізді бірақ өзі өсірді. Менен басқаның барлығы Құдайға шүкір үйленіп, үйлі жайлы, бала шағалы. Мен тек марқұм Асия деген үшеуміз оқи алдық. Жоғарғы білімді, ана ағайым мәжіліс дейтін ағайым ол мектепті медальға бітірді, Казгудың мехматын бітірді. Ол бірінші Әзербайжан болып мехматты бітірген, мысалы сол. Ал қыздардан менен кейін енді ана сіңлім марқұм да үшеуміз жоғарғы білімді алдық. 2004 жылы Асыл апай ең таңдаулы әйел атағын алды. Бірақ бұған қалай қол жеткізген білгіңіз келсе, бізден бірге болыңыздар. Ал бізде қазір жарнама. Бұл жарайсын бағдарламасы, біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Асыл апай, осы өмірбаянды зерттейтін американдық ұйым сізді әлемдегі ең таңдаулы әйелдердің қатарына жатқызыпты. Барлығымыз түсінеміз, әрине бұл тізімге кіру әрбірінің қолынан келе бермейді. Сіздің қолыңыздан қалай келді? Жоқ, жандарым, маған егер шын түсінсеңдер, мен оны білмеймін да не екен. Сонау бір журналист жазды.
ой апа мына жерде емес, ана мұхиттың ар жағындағы сіздің еңбегіңізді бағалап осындай атақ беріп отырған. Оларын компьютерден бе мен білмеймін. Тауып, әйтеуір маған сол жіберген құжаттары болмаса, басқасына онша оның менің қандай үйім екенін байқамадыңыз ба? Жоқ, ол жоқ, үйім екендігі өзі келген қағазыңнан белгілі ғой. Менің Америкада сондай бір автобиографиялық не бар екен, институт бар екен, зерттеу институты бар екен. Солар енді мен туралы мәліметті интернеттен алып, зерттеп, әсіресе менің ана тілге дегенді, содан кейін мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестігімді соны бар, соларды не тұтып, менің еңбегімді бағалап қана сыртымнан осындай атақ даңқ. Болмаса мен олардан сатып алған жоқпын, сұрап алған жоқпын, Америкаға барған жоқпын, енді Германия, Францияға барғанменен, Парижге барғанменен, бірақ ол жаққа барған емеспін. Асыл апай, татулыққа, бірлікке, тыныштыққа шақырған сөздеріңізді мінберлерден жиі естейміз. Ал үйде қандай мәселені жиі көтересіз? Мен әр жүрген ортамда, үйімде болсын, сіздер енді біреу сенер, біреу сенбес, біздің әкеміз бала кішкентай кезімізде елге араласып, сыртқа шығып, балалармен ойнап келеміз. Үйге келгеннен кейін әкеміз айтатын: сендер өз тілдерінде сөйлеңдерші, келім кетім бар, маған ұят болады, анасыз өтіп жатсыңдар, әкесі жөнді тәрбие бермейді деп бізге солай ететін. Содан кейін біз үйде енді әкеміз барда шамамыз келгенше, келген қонақпен де, сіздер сенсеңіздер 2-ақ бөлме үй, біздің қоржын үй. Сондан 6 бала бір жерде болу. Мен қазір өзім таңғалам. Қалай сонда менің әкем геройдың геройы екен, бізді солай өсірген. Қонақ келген кезде біз тауықтың балапаны сияқты бәріміз бір бөлмеге баратын. Аналардың көзіне, қонақтың көзіне көрінбей тұғымыз. Енді қанша дегенменен баланың аты бала ғой. Анаған телміріп қарамасын дей ме екен, білмеймін. Әйтеуір біздің әкеміздің айтқаны бізге заң етін. Бәріміз тек қана бір жерде отырып не қылатқымыз, жиналып отыратқымыз да бір-бірімізбен шүйіркелесіп қазақша сөйлесетқымыз. Ал енді мына сол үшін де қазіргі біздің үйдегі өсіп келе жатқанда біреулер сенеді, біреулер сенбейді, біз үйде де қазақша сөйлесіп, үйде де қазақша, бірақ ол қазақша сөйлескенде өзіміздің тілімізді жек көргендігінен, болмаса оған ұлтыңды жек көргендігінен емес, тек қана өзіміздің елімізге деген біз шын мәніндегі осы елдің азаматы болатын болсақ, осы елдің заңыменен, осы елдің әдетіменен, осы елдің ғұрпыменен. Сіздер біздің ауылда, егер бір кеше ғана ағайымның жылын өткізген кезде, бізде Әзербайжаннан қазақ көп болды келген. Ана ортамызға ешқандай ондай бөліп жарық жоқ. Үйде де сондай. Біз үйде де мына балаларға болсын, келген қонағымызбен болсын, көбінесе тек достық, ынтымақ, бірлік, осы елдің қазақтың бойындағы асыл қасиет. Егер ұққан жанға әлемде жеті атасын жетік білетін, ары менен қаны таза, жүрегі пәк, дархандығы даласындай, ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін, жармайтын, арамдықтан ада, қиянаттан шет бір ұлт болатын болса, ол қазақ ұлты. Қызықты да көңілді әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, кезекті тілшілеріміз дайындаған бейне сюжетке берейік, экраннан алыстамаңыздар. Кино түсіру сөзсіз қиын әрі күрделі процесс. Түсінеміз, дегенмен бүгін біз кинорежиссерлар техникалық ақаулықтарды баптауға тырысатын бірен-саран фильмдердегі қателіктерге тоқталып өтуді жөн көрдік. Мәселен, әрбір жаңа жылда үзбей көретін «Ирония судьбы» или «С легким паром» атты кинокартинада фильм басталысымен титрда қате кеткенін байқадыңыз ба? Иә, исключительно деген сөзде ЛРП қалып қойған. Ал мына бір кадрде Женяның қолындағы шампанда жесі бір емес, 2 рет алады. Енді көліктің артқы әйнегіне назар салыңыз. Қырау басып тұр, бірақ көліктің ішкі жағында әйнек тап-таза. Мына шопыр жігіттің түрін жаттап алдыңыз ба? Өйткені бірер минутта ол басқа адам болып өзгере шығады. Мына бір планда біз телефонның жанында стақан тұрған байқаймыз, бірақ Женя орнынан тұрып телефонның жанына стақанды енді қояды.
Жарайды, енді басқа аты әйгілі «Бриллиантовая рука» атты фильмге назар аударайық. «Остров невезения» деп ән салған Андрей Мироновтың шашы үйпаланып тұр. Бірер минутта әдеміленіп таранып алған. Ал мына кадрды бәріміз жақсы білеміз. Балаларға балмұздақ беру сәті. Бастапқыда таяқшасы бар балмұздақ кейін шыныға айналып кетеді. Тіпті мұндай қателік фильмнің соңында да кездеседі. Никулиннің көтерілуіне көмек беретін кранның ілмегі сұр. Ал енді қызыл түске боялып тұр. Келесі кезек «Москва слезам не верит» көркем фильмі. Катяның сөмкесінен мына орамалды байқадыңыз ба? Ал енді жоқ. Енді қайта бар. Сиқыршының сиқыры сияқты. Ал қабырғадағы кілемше енді көрпешеге айналып кеткен бе қалай? Жарайды, әзірге осы. Аз-маз қателіктерге кең пейілді көрерменнің кешіріммен қарайды. Ең бастысы мәнді әрі мағыналы фильмдер азаймасын дейміз. Асыл апай, сіз танымал тұлғалардың бірісіз. Осы танымалдылығыңызды бір қолданатын кездеріңіз болды ма? Жоқ, мен ана қазақ адал ғой. Еңбек шықпайда сатпайды ғой. Менің сол қазақтан сондай бір адалдық мақтанғаным емес, сынықтан басқаның бәрі жоғат дейді ғой. Қазақтың кеңдігі мен адалдығы адамды өскен ортаң тәрбиелейді. Шыққан ортам сондай болғаннан кейін мен оны еш уақытта өзім үшін сатпаймын. Бірақ біреуге қамқорлық жасап, сол ол маған мені сүйеніш етіп келгеннен кейін мен соған тіреу болуға бармын, соның жұмысыменен жүрем. Бірақ сол кезде шын менің сол тұлғалығым шығар, қадірлеп, қастерлейді, сол айтқанымды орындайды. Асыл апай, неден қорқады өмірді? Ең қорқатын нәрсем кісінің қадіріне жетпеу. Мысалы, менің осы елім қандай көркейіп, ешкімді бөлмей, жармай, барлығын, баршаның баласын бауырына басып бірдей болып тұрғанда, осы елімнің бір қазақтың қадіріне жетпеген жандардан қорқам. Қымбатты көрермен, Асыл апайдың туып өскен жеріне жасаған саяхатын жексенбі күні туған өлке бағдарламасынан тамашалай аласыздар. Асыл апай, студиямызға келіп әңгіме дүкен құрғаныңызға алғысымыз шексіз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Үлкен рахмет. Рахмет. Сендерге де мені қадірлеп, қастерлеп, сонша өлкеме барып, өлкемді түсіріп, одан келіп енді мынандай қабарға шақырып сөйтіп отырғандарыңа өздеріңе де көптен көп рахмет. Құдай тілеулеріңді берсін. Айтады ғой, елімді даласымен, халқымды данасымен, сәбиді анасымен, азаматтарымызды санасымен сақтасын, елімнің азаматтары саналы. Ертең бізде қонақта Жания Журинская. У меня в принципе не бывает выходных. Жас актрисаны көрермен қауым қалай бағалады? Ну, по-разному говорят. Диана, сонымен сенің ауылың қай жақта? Оңтүстік Қазақстан облысы, Темірлан ауылы. Ал Эльдар, сенің ауылың қай жақта? Ал менің ауылым Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз бен Үржар ауданы. Жарайсың, келесі түсірілімі басталғанша ауылға барып кетемін. Әттең, атам мен апамды сағындым. Ендеше көрерменмен қоштасайық. Ел арнада, ел аманда жүздесейік.